Армысыздар, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен НКТ тест химия 10-шы нұсқадан бастап тапсырмаларды көрсететін боламын, яғни сұрақ жауап. Баршаңызға сәттілік. Енді мына жерде 10-шы нұсқаны қарайтын болсақ, бірінші сұрақтан бастаймыз. sp2 гибридтену типі бар молекула. Дұрыс жауабы бор фториш. Калий С4 молекуласындағы қос байланыс саны 2. Көміртек, бериллий, литий қатарындағы элементтерден түзілген гидроксидтер қасиеттері қышқылдық екідайлы негіздік. Сілтілік металдарға тән емес қасиет, күшті тотықтырғыш. Ауыспалы элемент хром. 6. 2,2 диметил 3 этил пентанда төртіншілік көміртек атомның саны 1. Бұл жерде бірнеше нұсқалар берілген, яғни осыны сұрақ жауап ретінде жаттап алсаңыздар болады. Осы нұсқалардың қазір мен көрсетіп шығамын. Ақырындап өздеріңізге керекті мәліметтерді жазып алсаңыздар да болады. Одан кейін бізде 20-дан бастап бізде контексттік тапсырмалар болады. Әртүрлі тақырыпта. Егерде осы материалдар, осы нұсқалардың электронды түрде қажет болатын болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар оқитын боламын. Ал 10-шы нұсқадан бастап ақырындап жылжыта беремін.